Мынау гениалды жобалаушының жұмысы ғой мынау. Мына жерде отырасың, Атыраудың ыстығында, күннің астында, алдыңда әдемі көлеңке тұрады. Әттең мына орындық мынаның астында болғанда ғой, деп шебете отырасың ғой. Қалада жүріп, мынандай қирап, шіріп жатқан заттарды көріп, Атырау мұнайлы Астана екенін ана жазуға ғана қарап білетін сияқтысың. Мысалы мынау Гауһар тастар астанасы деген атағына ие болған Антверпен деген қала. Аты затына сай деп осыны айт. Атырауда 4 миллиард теңгеге не істеді десеңіздер, 2 километрге мынандай брусчатка төсеп жіберіп, ыңғайсыз орындықтарды орнатып, пайдасыз мафтарды жасап, анандай арзан керамограниттерді жабыстырып, олардың өзі шашылып жатыр. Тұрғындарын сыйлайтын мемлекетте осындай судың бойында ыңғайын жасап қояды. Жаңа орындықтарына дейін дайындап қояды. Балықшылар ыңғайлы өздерінің тірлігін жасау үшін. Ал мына жерде қамыстың арасына кіріп, балшық кешіп, анандай жерлерде отырады адамдар. Балық аулап, жаның ашып кетеді ғой. Мысалы мына кісі келе жатыр, қараңыздар, мынада құлауы мүмкін. Бетон мына жерде уклон өте үлкен, шарбақты асып түсу керек. Бір ұры сияқты қимылдары. Сондай болған дұрыс па мысалы? Әттең тағы да болмай қалды. Ана жаққа орнатқанның өзінде көлеңке түспейді екен. Тағы варианттар бар шығар. Жоқ емес, бар ғой. Мынандай бос жерлерде ақша да бар, қирап жатыр. Мынау қаланың қақ ортасында әдемі жер бар. Басы істейтін бір сәулетші ма, дизайнер ма, мен айтпай-ақ қойын, шетелден шақырыңдаршы. Функциональный, яғни халыққа пайдасын тигізетін, кішкене болсын аллея, жастар жиналатын, пайдалы іспен айналысатын бір нәрселер ашса болады ғой. Шын мәнінде халыққа жаны ашитын үкімет осы жерде болса әрине.